Қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет болып шығатын чебурекидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте сочный, қытырлақ болып шығады. Алдымен қамырын илеп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, қайнап тұрған суға 1 қасық тұзымызды салып араластырамыз. Ұнымызға сұйық май құямыз. Мен бұл жерде 1 килограмм ұнды алғандықтан 6 қасық сұйық май құямын. Ал сіздер 500 грамм ұн алсаңыз да болады. 3 ас қасық сұйық май құясыздар. Бұл жерде су өте ыстық болғандықтан алдымен қасықпен былғап аламыз, содан кейін осылайша қолымызбен ысамыз. Мен бұл жерде кішкентай мини чебуректер жасағалы жатырмын. Барлық чебуректер бірдей болу үшін қалайша қамыр жаятынымды көрсететін боламын. Қамырымыздың барлығын жақсылап тұрып илеп алғаннан соң 15-20 минутқа демалдырып салфанға салып қоямыз. Ал ендеше қамырымыз демалып жатқанда біздер салмасын жасауға кірісеміз. Пиязды осылайша турап алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. 400 грамм фаршқа 400 граммдай пияз салсаңыз, жаңағыдай сочный болып, керемет болып шығады. Фаршымызға пиязды салып араластырамыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз, және де 100 миллиграммдай су құйып жіберсеңіздер болады. Мінекей қамырымыз 15 минут демалды, енді қамырымызды илеуге кірісеміз. Мини чебуректеріміздің көлемі бірдей болу үшін қамырды осылайша бешбармаққа жайғандай етіп жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан соң майонездің немесе қаймақтың шелегінің көмегімен осылайша ойып кесіп аламыз. Сонда барлық чебуректеріміз бірдей болып, әдемі болып шығады. Мінекей осылайша кесіп алған дөңгелекшелеріміздің шетіне фаршымызды салып, әдемілеп, чебуректерімізді жасауға кірісеміз. Мінекей ендеше чебуректеріміздің барлығын жабыстырып болғаннан соң, шеттерін әдемілік үшін осылайша ирек пышақпен кесіп алсаңыз болады. Ендеше дайын болған чебуректерімізді қызып тұрған майға салып, қуырып аламыз. Майда пісіп жатқан чебуректеріміздің бетіне осылайша қасықпен майды құйып тұрсаңыз, ішіндегі фаршы жақсылап пісіп, тез дайын болады. Мінекей біздің мини чебуректеріміз де дайын болып қалды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әсел. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.